Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді сочники жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші қамырын дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды қосамыз. Оның үстінен 20% қаймағымызды саламыз, 2 ас қасық. Бір жұмыртқамызды жарып салып, барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Яғни бізде песочный тесті дайын болады. Қолымыздың көмегімен жақсылап илейміз. Сармайларыңыз міндетті түрде бөлме температурасында болсын, сол кезде оңай иленетін болады. Қамырларыңызды жақсылап илеп болғаннан кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырасыздар. Өте жұмсақ қамыр болады. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Бізге қажет сүзбе, оның үстінен қантымызды, жұмыртқаның сарысын, 1,5 қасық ұн қосамыз, және де қаймақ қосамыз. 1 ас қасық қаймақ саласыздар, 20%. Барлығын біркелкетіп араластырып аласыздар. Сүзбелеріңіз құрғақ болуы қажет. Қолыңызбен немесе блендермен жасасаңыздар болады. Енді қамырымызды жаямыз, ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып аласыздар. Қатты жұқа болып кетпесін, жайып болғаннан кейін осылай кесемен немесе арнайы дөңгелек формамен кесіп шықсаңыздар болады. Кесіп болғаннан кейін қалған қамырларымызды біріктіріп, қайтадан суала жасаймыз. Оны қазір жаятын боламыз. Енді бетіне салмасын салып шығамыз. Салмасын қатты көп сал жермеңіздер, себебі піскен кезде сыртына ағып кетуі мүмкін. Одан кейін бетін жауып шығамыз. Барлығын жауып болғаннан кейін листімізге барлығын қойып аламыз. Одан кейін үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Барлығына біркелкетіп. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін шаншықының көмегімен осылай әдемі сызықтар сызып шығасыздар. Піскен кезде өте әдемі көрінетін болады. Қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аласыздар. Сол кезде сіздерде осындай өте әдемі сочники дайын болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айдана.